Бүгін сіздермен қарапайым, бірақ шын мәнінде ерекше өсімдік, сарымсақтың пайдасы туралы болма. Мыңдаған жылдар бойы адамдар оны суық тиюден бастап жүрек ауруларына дейін түрлі дертке қарсы қолданған. Ежелгі Мысырда, Грекияда, ал кейін тіпті соғыс жылдарында да сарымсақ табиғи антибиотик ретінде пайдаланған. Қыстың суығында ағзаны қорғайтын ең сенімді табиғи құрал сарымсақ. Оның құрамындағы аллицин деген зат бактерияларды, вирустарды және грибоктарды жоя алады. Тіпті сарымсақтың иісінің өзі микробтарды өлтіретіні ғылыми зерттеулерде дәлелденген. Сондықтан суық тигенде не тұмау басталғанда дәріге жүгірмей, тамаққа бір тілім сарымсақ қосып көріңіз. Бұл қарапайым әдет иммунитетті табиғи жолмен нығайтады. Зерттеулер көрсеткендей, сарымсақ қан қысымын төмендетіп, тамырларды бітейтін тромбтардың пайда болуын тежейді. Ол қан айналымын жақсартып, жүрек аурулары мен инсульттің алдын алуға көмектеседі. Қандағы холестеринді реттеп, артық май мен кальцийді тамырлардан шығарып тастайды. Сондықтан жүрегін күтетін әр адам рационына сарымсақты міндетті түрде қосуы керек. Сарымсақ қандағы қантты қалыпқа келтіреді, паразиттер мен зиянды микробтарды жояды. Буын аурулар мен қабынуға қарсы әсер береді, ағзаны тазартып, энергияны арттырады. Тіпті спортшылар сарымсақтың арқасында төзімділіктің артқанын байқаған. Сарымсақты әркім өз қалауынша қолдана алады. Ең пайдалы тәсіл – сарымсақ суы. Ол үшін бір түйір сарымсақты езіп, бір стақан жылы суға қосыңыз. Бір шай қасық зәйтүн майын құйып, 10-15 минут тұндырып ішіңіз. Мұндай сусын қан тамырларын тазартып, қысымды тұрақтандырады. Кейбіреулер сарымсақты балмен бірге ашытады, бұл да жақсы әдіс. Ашытылған сарымсақта антиоксиданттар көп болады және ағзаға жеңіл сіңеді. Қазір дүкендерде сатылатын сарымсақтың көбі Қытайдан келеді. Оларды ағартқышпен өңдеп, химикаттармен сақтайды. Сондықтан мүмкін болса, жергілікті өнімді таңдаңыз немесе өз бақшаңызда өсіріңіз. Сарымсақ қолжетімді, бірақ әсері мықты табиғи ем. Ол иммунитетті көтереді. Жүректі қорғайды, қысымды реттейді, ағзаны тазалайды. Қыс айларында күн сайын аздап сарымсақ тұтыну аурудан сақтанудың ең оңай жолы. Есіңізде болсын, денсаулық ең қымбат байлық. Құрметті көрермен, сіздің қолдауыңыз бізге күш береді, шабыттандырады. Соңғы уақытта доктор Берік арнасына көрермендердің қолдауы өте қажет болып тұр. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, сіз тек бір арнаны емес, күн сайын жүздеген адамға пайдалы кеңес алу мүмкіндігін қолдайсыз. Арнаға жазылыңыз, қолдаңыз, бірге болайық.